Қайырлы күн достар, химия 9 сынып 7-ші, 6-ші, 5-ші және 4-ші топ элементтері және олардың қосылыстары бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдаймыз. Оқу мақсаттары келесідей. Бірінші тапсырма. Аммиакты Габер процесі арқылы өндіреді. Азот пен сутек арасындағы реакция келесі жағдайда жүреді. 200 атмосфералық қысым, темір катализаторы 400-450 градус Цельсий температура. Сұрақ: азот газының көзі болып табылады. 4 нұсқа берілген. Өндірісте заттарды өндірген кезде экономикалық тиімді жағын көздейтінін білесіздер. Сондықтан Габер процесі арқылы аммиакты өндірісте өндірген кезде азоттың негізгі көзі болып табылатын ол ауа. Ауаның құрамында 78% азот бар екенін білесіздер. Жауабы А. Габер процесінде орын алатын реакция теңдеуін жазыңыз. Ол N2 плюс H2 шығады NH3. Реакцияны теңестіреміз. Келесі тапсырма. Аммиактың жай заттардан түзілуі қайтымды үрді. Кестеде 600 градус Цельсий температурада тепе-теңдік қоспадағы аммиак үлесінің қысымға тәуелділігі көрсетілген. Сұрақ: не себепті қысым артқан сайын қоспадағы аммиактың массалық үлесі артатынын түсіндіріңіз. Енді Габер процесіне оралатын болсақ, Габер процесі реакция қайтымды. Мына жерге қайтымдылық белгісін қояйық. Және гомогенді газды жүйеде жүретін көріп тұрсыздар. Осы уақытта егерде әрекеттесуші заттар мен өнімнің зат мөлшерлерін есептейтін болсақ, әрекеттесуші заттар бізде 4 моль, өнім бізде 2 моль. Сондықтан өнімнің көлемі азая жүретін реакция бұл. Сол себепті қысымның жоғарылауы тепе-теңдікті оңға ығыстырады. Габер процесіне төмен температураны пайдаланудың бір артықшылығын және бір кемшілігін көрсетіңіз дейді. Габер процесінде реакция экзотермиялық. Сондықтан температураны төмендеткен кезде бізде тепе-теңдік өнім түзілу бағытына қарай ығысады. Бұл артықшылығы. Кемшілігі аммиак синтезінің жылдамдығы өте баяу болады төмен температурада. Екінші тапсырма. Диаграммада аммиак өндірісі кезінде жүзеге асатын процестер көрсетілген. Осы диаграммадағы W, X заттары мен Y катализаторын анықтаңыз. Енді сіздер білесіздер, аммиакты алу үшін бізге сутек газы мен азот газы керек екенін. Енді қарастырайық. W заты деген не? Сутек газын кірекеңгілеп алады, яғни мұнайды метаннан, ал метан мұнайға жатады. Сондықтан бізде W заты мұнай. Бізде 2 жауап бар, оған сәйкес келетін. Ал азотты бірінші тапсырмада айтылғандай ауаның құрамынан алады. X заты бізде ауа. Сонда мұнай, ауа қатар келе жатыр. Және осы 2 газ бір-бірімен қатты катализатор темірдің қатысында әрекеттеседі. Сондықтан бізде үшінші жауабымыз темір. Сонда дұрыс жауабы бізде С болады. Келесі. Үшінші тапсырма. Суретте фосфордың 2 аллотропиялық түр өзгерістері көрсетілген. А және Б. Сұрақ: 2 аллотропиялық түр өзгерістің қайсысы жоғары температурада балқиды? Өз жауабыңызды түсіндіріңіз. А мен берілген бізде ақ фосфордың құрылысы. Б суретінде берілген ол қызыл фосфордың құрылысы. Құрылысынан көрініп тұрғандай, жоғары температурада балқитын, ол қиын балқитын қызыл фосфор. Келесі сұрақ. Фосфордың А аллотропиялық түр өзгерісінің жану реакция теңдеуін құрыңыз. А суретінде ол ақ фосфор деп айттық. Жану
реакция теңдеуі, яғни оттекпен әрекеттесіп, фосфор 5 валентті оксидін түзуі. Реакцияны теңестіреміз. Алынған өнімді суда ертіп, лакмус тамызғанда ерітінді қандай түске боялады? Яғни алынған өнім бізде P2O5, фосфордың 5 валентті оксиді, оны суда ерткен кезде қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесіп, қышқыл түсетінін білесіздер. Яғни, орта фосфор қышқылын түзеді, қышқылдық ортада лакмус қызыл түске өзгереді. Жауап қызыл. Төртінші тапсырма, галогендердің алмасу реакциялары кестеде көрсетілген. Осы кестедегі X, Y және Z галогендерін анықтаңыз. Бұл тапсырма бізге галогендердің белсенділігіне байланысты берілген. Галогендер 7-ші топта орналасқан, олар фтор, хлор, бром және йод. Белсенділігі бұлардың топ бойынша төменнен жоғарға қарай артады. Енді қарастырайық, бізде сәйкес келетін жауап Д. Яғни бірінші бізде ол хлор. Хлор. Екінші бізде йод, үшінші бром. Тексеріп көретін болсақ, хлор йодтың орнын басады. Хлор йодтың орнын басады, себебі йодтан белсенділігі жоғары. Хлор бромның орнын басады. Себебі белсенділігі жоғары. Дұрыс. Екінші бізде йод. Йод хлордың орнын баса алмайды. Реакция жүрмейді. Дұрыс. Йод йодпен әрекеттеспейді. Йод бромның орнын баса алмайды, белсенділігі төмен. Дұрыс. Үшінші бізде бром, Z заты. Бром хлордың орнын баса алмайды. Реакция жүрмейді. Бром йодтың орнын баса алады. Реакция жүреді. Бром броммен әрекеттеспейді. Жауап дәлелденді. Дұрыс жауабы Д. Келесі. Астат периодтық кестенің 7-ші тобында орналасқан элемент. Осыған қарап, келесі қасиеттерін болжаңыз дейді. 20 градус кезінде оның агрегаттық күйі қатты, түсі қара көк, атомдық радиусы 1,43-ке тең. Келесі сұрақ. Қатты калий ядидіне концентрлі күкірт қышқылын тамшылатып қосқан кезінде көрінетін өзгерістерді сипаттаңыз. Реакция теңдеуін жасайық. Калий ядиді қосылған H2SO4 концентрлі. Реакция нәтижесінде бізде йод түзіледі, калий сульфаты түзіледі, күкірт сутек газы түзіледі және су түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, мұнда 8, 5, 4, 4 және 4. Келесі сұрақ. Хлор мен судың әрекеттесу реакция теңдеуі жазыңыз. Оның реакция теңдеуіні хлор сумен әрекеттесіп, екі түрлі қышқыл түзеді. Және осы реакция теңдеуіндегі жалпы коэффициенттердің қосындысы. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Жалпы коэффициенттердің қосындысы бізде 4-ке тең. Келесі тапсырма. 5. Осы заттардың қайсысы хлормен әрекеттеспейді? Соны X белгісімен белгілеңіз дейді. Яғни, мына жерде кестеге біз белгілеуіміз керек. Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз дейді. Бірден барлығын жазып шығайық. Содан кейін кестеге түсіреміз. Натрий хлормен әрекеттессе, натрий хлоридін түзетінін білесіздер. Реакцияны теңестіреміз. Хлор кальций фторидімен әрекеттесу үшін хлор фтордың орнын басу керек.
Хлордың белсенділігі фтордан төмен, сондықтан бұл жерде орын басу реакциясы жүрмейді. Калий иодидінің хлормен әрекеттесуін жазамыз. Ол үшін хлор иодты тұздың құрамынан ығыстыру керек. Хлордың белсенділігі иодтан жоғары, сондықтан ол иодты ығыстыра алады. Реакция жүреді. Калий хлориді түзіледі. Так, реакцияны теңестіреміз. Келесі сутектің хлормен әрекеттесуі. 2 молекула тұз қышқылы түзіледі. Сонымен бізде мына реакциялардың ішінен жүрмегені кальций фторидімен. Келесі сұрақ: транзисторлар мен диодтар кремний пластиналарынан жасалған жартылай өткізгіштер болып табылады. Тапсырма: кремнийдің меншікті жартылай өткізгіштік қасиеттері қандай екенін түсіндіріңіз. Яғни бұл жерде кремнийдің кристалл торы атомдық, оның сыртқы электрондары ядроға әлсіз тартылатындықтан ол жартылай өткізгіш болып табылады. Б тапсырмасы: кремнийдің жартылай өткізгіштік қасиеттерін жақсартатын қоспалар туралы білімді ескере отырып кестені толтырыңыз. Кремнийдің жартылай өткізгіштің екі типі болады: N типті және P типті. N типті болған кезде қоспа кремний мешак болады. Бұл жерде негізгі зарядты тасымалдаушылар олар электрондар. Келесі P типті жартылай өткізгіште қоспа кремний инди болады. Бұл жердегі жартылай өткізгіштер саңылаулар. Келесі тапсырма: 5 валентті фосфор атомдарын кремнийге қосқанда кремнийдің электр өткізгіштігі қалай өзгереді? Неліктен? Фосфор қоспаның қай түріне жатады? Жауабыңызды қоспадағы электрондық өту сызба нұсқасы бойынша шартты белгілерін көрсете отырып дәлелдеңіз. Енді кремнийдің біздер 4 валентті екенін білеміз. Мына жердің барлығын кремний дейтін болсақ, мынаның барлығы кремний дейтін болсақ, кремний бізде 4 валентті. Және фосфор бізде 5 валентті. Сондықтан фосфор өзінің 4 электронын мына жерде кремниймен байланысуға жұмсайды да, электрон жұбын түзуге. Фосфордың бір электроны бос қалады. Сөйтіп, бұл жартылай өткізгіш болады. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды.